Балалар, бүгінгі сабақ мақсатына сәйкес міне бүгінгі сабақ барысында мынадай ой түрткі сұрақтарын алдым. Жауап беріп көріңіздер. Бірінші сұрақ: адам санының өсуі немесе кемуінің қоғамдық маңызы бар ма? Екінші: демография ғылымының қоғам үшін маңыздылығы қандай деп ойлайсыңдар? Үшінші сұрақ: демография ғылымын алмастыратын ғылым саласы бар ма? Осы сұрақтарға жауап бер. 111 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, қай стильде жазылғанын анықтайсыздар. Мәтіндегі ақпараттарды сызба не кесте диаграмма түрінде түсіндіріп жазасыздар. Мен мынада диаграмма ұсындым сіздерге. Осы диаграммаға салып орындасаңыздар болады. Бұл балалар бізде 5 балдық жұмыс. Екінші тапсырмада түсіндірмелі салаластарды қатыстырып, демография ғылымының басқа ғылымдармен байланысу себептері туралы 60-70 сөзден тұратын шағын мәтін құрастырасыздар. Мысалы, мына жерде сызбада тұр ғой, демография экономикамен, саясатпен, медицинамен, этнографиямен байланысы бар деп қатыстырып жазсаңыздар да болады. Сосын балалар осы жерде мәтіндеріңіздегі Жастық, діни, ұлттық. Дұрыс. Демографиялық көрсеткіш, халық құрылымы, демографиялық саясат. Ал. Я пайсол өтім демография. Жаңа мен сіздерге сызба бердім, сол сызбаға қатысты сұрақтар. Дүниежүзі халқының саны қандай жолдар арқылы анықталады? Жауабын айтып жіберсеңіздер. Үшіншісі. Ал, 1, 3 дейді. Басқа кім ой айтады? Диана 1 мен 3 дейді. Тексеріп көрейік. Дұрыс, Диананікі. Жақсы. Енді балалар, ары қарай оқу тапсырмаларына көшіңіздер, чатта жалғастырамыз.